шам намазына 1 сағат уақыт қалды. Сөйтіп анағыдай Алламен сырласып бастаймын. Аллахым, мен қатты сағындым творчество. Мен айтқым келеді. Егер маған қайырлы болса киноға түсу, маған бір белгі берші деймін да. Сосын намаз оқып болғаннан кейін телефонды ашам. Бір ғана смс қой. Тек қана Руслан Акуннан келіп тұрды. Телефон қоямын да, Раббым деймін, субханалла, это вообще это чудо. Қандай болды иштешүү көрүп? Аргентинаға барам деп өмірімде ойламаған. Сол жаққа барып киноға түсіп келдім. Қазақ болып тұрып, Қырғызстанда мені бүйтіп құрметтеп жатқанын мен өмірімде ойламадым мысалға. Жохон тасмасын тартуу үчүн сиз 60 миллион теңге үйүңүздү сатып жүрсүз. Саткандан кийин 850 миллионго актапсыз да. Кинону акча үчүн тартуу бул тура эмес. Бизге ешкім ақша келіп беріп жатқан жоқ қой, бауырым. Үйімізді сатамыз, машинамызды сатамыз, әйтеуір анаумен мынаумен өзіміз выживать етіп жүрміз ғой. Чыгармачылык менен жүргөн адамдар динге жакындап келе жатканда чыгармачылыгын тыштап салат. Негизи дин менен чыгармачылык чогулуп кетүү оор бу. Жүрегинде Алласы бар адам, ол бүкіл проблемасын жаңағы бәрін түгел ақша, қарыз, кредит бәрін Аллахқа тапсырады. Болды, мен сенің разылығың үшін намаз оқимын. Болды, сенің айтқаныңды істеймін, Раббым. Соның проблема шешілді. Өзім де солай болды просто. Тура солай болды. Мен айттым, мен Аллахым, мен стресстен шығаршы мынада, мен шаршап кеттім. Мен қатты ауырдым. Прям бірнеше рет операция болды, бірнеше рет не болды, сонымен содан кейін уже. И даже маған кім не айтса да, мен айтамын, ренжімеңіздер деймін. Мен шығуыма Аллах себеп болды, солай деп айтамын. Саламатсыңар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн адаттагыдай мындай международный чыгарылыш деп айтып койсок болот. Бүгүн бизде конокто казакстандык бир тууганыбыз Жахан Утаргалиев. Мен жазып алдым, туура окуш үчүн ампес адашып кетчү деймин. Казакстандык актер, продюсер, режиссер, медийный тармактан аябай көп белгилүү болгон актер. Анын жакында нелегал тасмасы чыккан. Билесиздер, Руслан Акунмен подкаст жазганбыз. Ошол жакта баш каармандардын бирөөсүн аткарган. Экөөбүз кош келдиңиз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Қандай болды Қырғызстанға келүү? Қырғызстанға көп келіп жүрөсүзбү? Қырғызстанға басынан бастап айтайын ба? Мен көптен бері ойлап жүрген, бір қашан бір реті келеді екен осы нәрсені депші. Енді Алланың қалауымен бүгінге сәті түсіп жатыр екен. Қазір бір туғандарымыз осылай құшақ жайып барлығын қарсы алып жатыр. Бірақ мен осыдан тура 10 жыл бұрын ең бірінші рет Қырғызстанға келген болатын. 2016 жыл мен дайрегіме Инстаграм, ол кезде мен тамадамын, шоумеймін, жақсы жүргіземін тойды. Сөйтіп жүргізіп жүргенде маған дайрегіме бір қырғыз бала жазады. Байке, сіздің тойларыңызды көрем, сіз күшті жүргізесіз, маған үйретіңізші, мен сіздің шәкіртіңіз болайыншы, мен келейін деп едім, сізбен танысайын деп едім. Бір қырғыз бауырымыз жазады маған. Жазған кезде еще мен оны оқымайды екенмін, дайректен ол маған комментарий жазады ғой, номер цак кетеді, ұзақ, хабарлас дейді. Мен ойлаймын, мынау қай жақтың номері деп қараймын, ол оказывается Қырғызстан номері. Ойлаймын, ол кім қырғыз мені шақырып жүрген? Қайда хабарласам дедім де, сосын бір күні дайректті ашып қарасам, дайректке маған осылай жазып тастаған, үйретіңізші. Сосын мен айттым, мен Қазақстанда тұрамын. Қазақстанның батысында Ақтөбе дейтін қала бар. Келсең осы жерге үйретем. Мен келе алмайды деп жүрмін ғой енді, потому что Алматы осы жерден алыс. Алматыдан ары қарай 3000 километр. На самолете 3 часа лететь. Келмейді деп жүрмін ғой. Келді. Сөйтеді бір күні ұйықтап жатсам, бір звонок түседі маған. Номерін бәрін жүріп қойған, звонок түседі. Бәке, мен Ақтөбедемін, келдім дейді. Мен айтам оған. Сол кезде бір фраза айтқан, бұл жерде ыңғайсыз болады, оны айтқан. Сен жындысың ба? Точно ма десем, я дейді, видео звонокқа звондайды дедім. Видеоны звондайды да біздің Ақтөбенің аэропортын көрсетеді ғой. Міне дейді. Ема күт дедім, барып жуынып алып, жүгіріп аэропортқа барсам, тұр. Қырғыз бауырым, салып алдым машинаға, гостиницаға апардым, орналастырдым. Сосын айттым, бауырым, менде қазір бір кішігірім проблемалар болып жатыр. Мен сенің қасында жүре алмаймын. Ренжімесең, менде қазір қатарынан күніне 5 той бар, каждый день. 5 той. 5 тойға кел, не саған ұнайды, бүкіл ойын, вообще бәрін түгел ал, музыка бәрін түгел алып кет. Ана жақтан келіп тұрсың ғой, көрініп тұрмын, көзің жанып тұр, вот. Кел алып кет дедім. Ол алып кетеді, келеді, 5 күн болады, мен қасына, мен музыкантымның қасына қосып қоямын, ол екеуі қыдырады, демалады, өздерін шығарып салады сосын. Осы жаққа кетіп қалады. Бір айдан кейін маған звондайды, байкем, срочно как раз август айы, 2016 жыл, август айы, көлге келіңізші, мен сізді күтейінші. Мен мына жақта келген кезде, бастаған кезде ставкам $200 еді. Қазір $500 болды. Тойларым көп, Аллаға мыңда бір шүкір. Тойды күшті жүргізіп жатырмын. Сізді қонақ қылайыншы. Сіз менің ұстазымсыз, рахметімізді айтайыншы. Көлге келіңізші дейді.
Сөйтіп мен август айында Алматыда тойым бар, жақын ғой Алматы. Мен айтам 2 күн демалысым бар. 2 күнге келіп кетсем ғой. Келші дейді, границадан күтіп алды. Көлге алып барды. Көлде демалып жүрміз. Біз көлде демалып жүрсек, жұрт анаумен фотоға түседі. Бір адам келеді, байке фотоға түсейік, 2 адам келеді, байке қасымда жүр ғой енді. А мені ешкім танымайды ғой, кезде мен танымадым. Сөйтіп мен анаған айтам, сен кімсің? Ты кто? Воин. Айтып күледі, сосын айтам, байке дейді. Тамақ ішіп отырған кезде айтады, байке, мен осы жақта Бішкекте Манас ТВ дейтін телеканал бар. Сол жерде менің кешкі Бішкек дейтін передачам бар. Мен соның жүргізушісімін. Қаниет Жырғалбеков деген азамат осы жақтағы. Сол Қаниет байке, мүмкін біреулер білетін шығар. Қаниет мен бауырым. Сол ең бірінші мен соған той жүргізіп үйреткем. Ол мен қарсылап алған. Сөйтіп мен ең бірінші рет бауырым өмірімде бірінші рет интервьюді Қырғызстанда Бішкекте Манас ТВ-да кешкі Бішкек дейтін передачада ең бірінші рет интервью бергем. Ол біреу көрді ма, көрмеді ме, енді 10 жыл өтіп кетті. Содан кейін мен уже Қазақстанға барам. О жерде де қызық, осылай интервью беріп отыр ғой. Мен ешкім танымайды. Ана енді өзі жүргізуші болғаннан кейін мені шақырып отыр ғой. Тойда маған ұстазым бірдеңе, ешкім білмейді ғой, отырмын. Қызық маған біртүрлі бар ғой. Енді қазір енді как бы актер ретінде таниды ғой. Одан кейін мен Қазақстанда кейін уже кино саласына кеттім 2018 жылы. Содан бастап енді интервьюларға бардым ғой. Бірақ анау все-таки өте ыстықта, себебі сені ешкім танымайды, ешкім білмейді, сен телеканалда отырсың да, күлкім келеді бар ғой кәдімгідей. Мен тамадымын, мен осындаймын, бірақ сол кезде енді армандарымның бірі қатты популярный болғым келген. Армандарымның бірі қатты шыққым келген, актер болғым келген. Сөйтіп қазір мына жас, сіздерде кеше Егемен клубты көріп жатыр, жас талантты балалар өте көп екен. Соларға айтқым келетіні, тоқтамаңыздар. Міне ровно 10 жылдан кейін мен келіп отырмын осы жерге. Қазір нелегалдың себебімен мені біраз бауырларымыз, бір туғандарымыз танып жатыр, фотоға түсіп жатыр, керемет смс-тар, отзывтар жазып жатыр. Сол 10 жыл еңбектің себебімен міне мен сіздің қазіргі топ 1 популярный подкастқа келіп отырмын да. Рахмат. Оның ұзақтығы осындай болған негізі. Өзі ұзын оқиға болды. Иә. Анан мага кызыктуу нерсеси өзі көп жыл өттү да. Анан эми азыр нелегалмен келип атасыз бул жаккачы. А нелегалга кантип өзі түшіп қалдыңыз, неге сізді таңдады? Бұл да өзінше оқиға болуш керек. Бұл нелегалға мені қалай таңдаған, мен Руслан Байкеден сол күй сұрай алмай кеттім. Біз Байке екеуміз, мен негізі ол кісімен бір видео жазуым керек болған, біз съемкада жүрген кезде ол босамады, кейін жазамыз дедік, тамақ ішіп жаттық деген сияқты, соның бір реті келмеді. Негізі маған да қызық болған, себебі оның қызығы мынандай. Менде 2023 жылы соңғы кином шығады Қазақстанда, Жол деген кино. Баршаларыңызға кеңес берем. Өте жақсы кино, көрсеңіздер болады. Ютубта бар, Жол дейтін кино. Өте жақсы кино. Мен өзім түсіргендіктен емес, өзіме шынымен де өте қатты ұнайтын кино. Айтары бар дүние. Сол киноның премьерасы 2023-те болды. 2 жыл өтіп кетті, менде творческий кризис. Сондай бір спатта жүрдім, творчествома. Өзімді рухани жақтан іздедім. Себебі деген көп ауырдым, сондай бір периодтар өмірімде болды. Сөйтіп бір ағам келеді де маған былай дейді: Жақан, сен егер 2 жол бар сенде, либо сен рухани жолмен Аллаға жақындайсың, либо былайынан кетесің де қуасында дальше азып тозып сөйтіп бомж болып кетесің, короче, примерно түбі сондай. Асып кетесің. Сіз мен түсінесіз ба, асып кетесіз дегенді? То есть либо сен жоғары кетем десең, қайтадан қалпына келем десең, тогда Аллахтың жолын таңда. Же бар боласың, же жоқ боласың. Либо жоқ боласың. Жоқ болудың енді ішесің, жейсің, и дальше понятно ғой, кәдімгі күнделікті бытовой өмірде болып жатқан жағдайды көріп отырық қой, ішкен адамның түбі қандай екен деген сияқты. И менде сонда 2 орта болып тұрған кезде мен Аллахтың жолын таңдаймын. Сөйтіп Алламен қарым-қатынасымды түсеймін. И жағдайым жеткенше Мекке Мединаға барам, умра жасаймын, ихтикафқа барам, оразада умрада болам. Сөйтіп бүкіл байланысында Алламен түзеймін, Алламен сырласам. Сөйтіп жүрген кезде мен творчествоны сағынып бастаймын. Сағынып бастаған кезде мен бүкіл бұрынғы өзімнің бірнеше кино түсірген командамды барлығын таратып жібергем. Өзім бәрі жалғыз өзім қалам. Жалғыз өзім Алламен сырласам, мешітке барам, отырам, намазымды оқимын, сөйтіп Құран үйренемін, Құран оқимын. Сөйтіп жүрген кезде творчествоны сағынам.
как бы хочу заняться опять творчеством, да, киноға түскім келеді, қайтадан түсіргім келеді, инвестор іздеймін, инвестор жоқ. Сонымен жақсы, мен бұйырмаған шығар деп жүремін. Сөйтіп бір күндердің күнінде мынандай күшті қызық оқиға болады, и осыны баршаларыңа кеңес бергім келеді. Осындай нәрсе, вдруг сіздің өміріңізде осындай жағдай болып жатса, осылай істесеңіздер деген, сізге де көмектеседі деген мен сенімдемін. Маған бір бауырым айтады, Жахан, сен Аллахпен қалай сырласасың дейді. Мен айтамын, енді дұға жасаймын. Ол айтады, сен Алламен прям вот бір психологқа барып айтамыз ғой біз бәрін осылай айт десем. Сен неге психологқа айтасың дейді, например дейді, бір досыңа айтасың ғой сырыңды дейді. А досың ертең бір күні саған соны қарсы қолдануы мүмкін ғой дейді. Ұрысып қалған кезде. Например, деймін да, сен сырыңды айтып қоясың, и ол вдруг бір күндердің күнінде саған даже бір отырыста, тойда отырған кезде прикол ұстап қалуы мүмкін. Задеть тебя за больное, да, мысалға, тебе больно жасауы мүмкін досың. Дейді ғой, ойнап дейді, например. Но саған больно болады. Я говорю, да. А сен неге Алламен тура досыңмен сырласқандай сырласпайсың? Неге сен досыңды Алла қылмайсың дейді. Я задумался, қалай? Мынандай нәрсені шығарып аламын, сосын потом телефонды машинаға тастаймын да, жаяу кетем. Жүрем, басам жаяу. Көп жақ жүрем, полчаса, 20 минут, час, жаяу жүрем. Аллахым, сен мен Раббымсың ғой. Сенен артық мені ешкім білмейді. Сен ғана мені жақсы білесің. Менің жақсы қасиеттерімді, жаман қасиеттерімді жасырып, жақсысын асырып отырған сен ғана Раббым. Саған ғана сен. Если менің содан бұрын осы историядан қазір қайтып келемін. Бұрын мен просто 2 жыл жасамаған телефон номерім бар. Сол телефон номерімнен мен пиш 1 шыққан кезде Руслан Байкен құттықтағам. Сол нөмірді каким-то образом, не знаю, сол күні восстановить етем и бизнес WhatsApp салып қоям. Білмеймін неге екен. Бизнес WhatsAppқа салам. Ол нөмірге ешкім жазбайды, просто тұр сол. Түскі сағат где-то шам намазына 1 сағат уақыт қалды. Сөйтіп бағанағыдай Алламен сырласып бастаймын. Аллахым, мен қатты сағындым творчество. Мен айтқым келеді. Мен сенің барыңды жеткізгім келеді. Мен осы рухани байлығымды бүйтіп адамдарға міне мен осылай екен ғой деп көрсеткім келеді. Мен творчествомен айналысқым келеді. Қайтадан Инстаграмды қолыма алғым келеді. Киноны қолға алғым келеді, Аллахым. Егер маған қайырлы болса киноға түсу, маған бір белгі берші деймін да. Ал егер қайырлы болмаса, онда менің жүрегіме тыныштық берші, Аллахым. Сен менің жүрегімді тынышталдырасың. Деймін де, уақыт қараймын, шам намазы 15 минут қалды, мешітке барам, мешітке кірем, намаз оқып алам, сүннет намазын оқып алам, отырам. Намаз оқып тұрған кезде SMS келеді мен неме, вибрациямен деп келеді. Намаз оқып болғаннан кейін телефонды ашам, бизнес WhatsAppқа +9 бірден ұзақ номер тұр. Асам, голосовойды қосам, ар жағынан дауыс. Ассалаумалейкум, Жаке, как дела? Это Руслан Акун. Надеюсь, вы помните меня. Я написал проект. Там есть хорошая роль. Біз сізді шақырғымыз келеді. Дейді оған жер. Мешіттің ішінде отырып. Бір ғана SMS қой. Тек қана Руслан Акуннан келіп тұрды. Телефон қоямды, Раббым деймін, субханалла, это вообще, это чудо, это потолок. Білмеймін мен мұнан, Раббым, шүкір Аллахым деймін де. Сыртқа шығамыз, екеуміз сөйлесеміз, Руслан Байкемен. Жақсылап сөйлесеміз. Мен айтам енді, Руслан Байке, мен енді дұға қылдым ғой, енді мен үшін қайырлы болса, ол ешқайда кетпейді. Қайырлы емес болса, ол кетіп қалады. Сосын айттым, Руслан Байке, мен 2 жыл болды. Шыққан жоқпын. Честно, я боюсь дедім. Сіздікі международный проект. Вдруг у меня не получится. Ертең барам, мен 2 жыл камера көрген жоқпын аға. Айтып жатырмын да. Сосын айттым, Руслан Байке, будет честно, если вы подумаете дедім. Қатты түскім келіп тұр, Байке дедім. Очень сильно хочу участвовать. Честно, я скучаю по творчеству, мен қатты сағындым. Мен шыққым келеді, но сіз ойланыңызшы, потому что сіздікі международный, вы столько денег потратите ертең. И вдруг мен сіздің еңбегіңізді ақтамай қалам. Сіз ойланыңызшы деймін ғой. Телефон қойды деймін. Жақсы ойланам дейді де, телефон қойды. 4 күн хабарласпайды ғой. Ұйқы жоқ қой. Не болды? Қалай болды? Вообще, дым жауап жоқ. Сосын бір күн 4 күн өткеннен кейін Руслан Байке звондайды, Жахан, короче, все.
окончательно, я тебе доверяю, верю, ты алып шығасың, короче, я тебя жду, приезжай в Бішкек дейді. Заттарын жинайын да Бішкекке келеміз. Бішкекке келеміз, танысамыз, сөйтіп Аргентинаға кетеміз, содан нелегалдың өмірі басталады. Енді мен әлі көрген жоқпын нелегалды, сіз көрдіңіз бе? Мен көрдім. Иә, мен әлі нелегалды көрген жоқпын, сол себептен қазір мен қалай болды, қалай ойнадым, чисто халықтың отзывы арқылы айта аламын. Барлығына ұнап жатыр деп ойлаймын. Енді Мұндай қылалы, комментарий жазып кетсін. комментарий жазып кет, иә. Ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қантип ойлайсыздар? Жақсы ойнады, жарашқан жоқ. Иә, Жарасты. иә, мен өте уайымдап жүрмін. Әлі бүгін бірінші рет қазір халықпен кездесейін деп жатырмын. Алла нәсіп етсе, 9-ында Қазақстанда шығады, Алла қаласа. Сол кезде мен енді қазақша нұсқасын көргім келіп тұр, сол халықпен бірге предпоказда иншалла. Бұйырса шығып сіздер жазып Қазақстанда көріп отырсаңыздар, Қазақстанда көріп кетіңіздер. Мен аз күттіңіз, менде сұрау бар. Өзі негізі мен байқаймын да, көп Қазақстанда, Қырғызстанда деле шығармашылықпен жүрген адамдар динге жақындап келе жатқанда шығармашылығын тастап салады. То есть таңдау болып қалды, шығармашылығын тасташ керек, же динге беріліш керек деп. Негізі дин мен шығармашылық жоғалып кетуі ор бұл. Енді ауыр жерлері де бар негізі. Себебі біздің жүрген жеріміз, ортамыз сәл-сәл иманды әлсіретеді ғой енді. Ақиқат қой, шындық. Жүрген жерімізде музыка даңғыр. Сен Құран оқығың келеді, екеуі бір-біріне сәйкес келмейтін жерлері бар деген сияқты. Сөйтіп сондай жерлері бір жағынан ауыр болатын шығар. Бірақ мен Алланың қалауымен айтып тұрмын ғой. Мына 2 жыл маған былай жетті, альхамдулилля, Аллаға шүкір. Қазір мен құлаған кезде маған жәрдем берген Аллах және дін. Менде таңдау бар. Дискотекке, тусаға шақырып отыр ма мені, сол уақытта намаз ба, менде таңдау. Мен мына құлаған кезде маған жәрдем берген дін болатын болса, мен осы жерде дінді таңдаймын. Барам ба, барам да, амандасам, құттықтайтын нәрсе болса, сосын айтамын, ренжімеңіздер, мен барам деп. Потому что мен құлаған кезде тусада жүрген болсын, соны несіне айналасын, мына нәрсе маған көмектесе алмады. Мен жүрегіме жаққан осы нәрсе болғандықтан мен осы нәрсені таңдаймын. Енді Алла бұйыртып, Алла амандығын берсе, иншалла мен осы до конца осылай болса екен деймін. Сіз өзі медикада жүрген адамсыз да, медина адам, өзі медина адамдарда динге келу же диннен кету аудиторияны алмастыруға бары бар. Анткени мурун сизде жөнөкөй адам көрүп жүрсө, аны динди аудитория көрүп баштайт. Мисалы үчүн сиздерде кейбир актерлор бар болчу, актер болуп жүрүп, потом динге келип кетип калат. Алар хейтке түшөт. Көп адамдарданчы, динге кетип калуу, вахабист деп көп нерселер айтылат го. Эми сизде да ошондой хейт болду? Менде ондай хейт болған жоқ, ондай қатты хейт болған жоқ, болмаған сияқты, вроде ондай болған жоқ. Себебі мен дұрыс әңгімелер айтып жүрмін да қазір. То есть на практике менде болды, мен стресс болып қалдым, стресстан мен осылай шықтым. Осылай дұға жасадым, осындай жерге бардым, зәм-зәм іштім деген сияқты әңгімелеріміз. Сосын олар да ойланады да, осылай жасау керек. Бұл енді ақиқат қой, енді шындық болғандықтан бәріне жағады деп ойлаймын енді. Сол себептен маған қиын емес қазір творчествомен екеуін бірге ұстап жүрмін. Өзі динге жақын емес жашоодо стресске канчалык кабыл алуундай көбүрөөк болот? Канчалык көп стресс? Караңыз, егерде сіздің сұрағыңыз мынандай ғой қазір, егерде сіз дінге жақын болмасаңыз, стрессы не боласыз деп. Қандай болмақ? Қараңыз, адам, біздің жүрегіміз всегда Аллах деп соғады. Алланы іздейді біздің жүрек. Біз жүрегімізге дүниені, ақшаны, проблеманы тыға береміз де келіп. Ол соған толған кезде болды, ол шығады сыртқа. Сол кезде біз амал жоқ, енді жан-жағымызға қараймыз, сосын барып адам кипишовать етіп, переживать етіп, стресс ішіп кетеді, неше түрін істеп кетеді. Ол просто от безысходности дей ма? Қалай? Мысалға жүрегінде Алласы бар адам, ол бүкіл проблемасын жаңағы бәрін түгел, ақша, қарыз, кредит бәрін Аллахқа тапсырады. Раббым, мына кредитті жауып берші маған. Болды, мен сенің разылығың үшін намаз оқимын. Болды, сенің айтқаныңды істеймін, Раббым. Соның проблема шешілді. Өзімде солай болды просто. Тура солай болды, мен айттым, Аллахым, мен стресстен шығаршы мынада, мен шаршап кеттім. Мен қатты ауырдым. Менде өте қатты прям бірнеше рет операция болды, бірнеше рет не болды, сонымен содан кейін уже Аллам дедім, болды. Поэтому менде қазір маған жеңіл қазір. И даже маған кім не айтса да, мен айтамын, ренжімеңіздер деймін. Мен шығуыма Аллах себеп болды, мен енді солай деп айтамын енді. Маған мен біреу үшін жауап бере алмаймын, бауырым.
бір актер жаңағыдай дінге кетіп қалды деп отырсыз ғой жаңа сіз. Біреу актерлар кетіп қалады, там не деп айтады. Жоқ, мен біреу үшін жауап беремін, мен өзім үшін жауап беремін. Маған қиын емес. Қазір, иә, сол себептен мен қазір біреудің, былай қарап тұрсаң, біреудің сыртынан әңгіме айтып отыратын Тура. ер адамбыз ғой. Тура. Сіз дүниені таштап Алланың жолына қайтып келдіңіз да, Алланың жолына қайтып келгенде есептешкенде эсептешкенде деле мындай билбейт айтып атасыз да, мен аларга мындай безразлично, билбейм, хейтте деле караган жокмун деп Көңүл атпайсызбы? бурган жок. Жеке мындай жашооңуздагы жакын адамдарыңыздын көңүлү бул албетте көңүлгө ала турган нерсе да. Өзүңүздүн жакындарыңыз кандай кабыл алды сиздин мындай Алла жолуна кетип калганыңызды? Жо, мен қалай айтсам болады, менің қиналғанымды көрген бір-екі адам. Ол міне осы жерде отырған міне досым, қасымда жүрген, сосын анам. Олар менің ана қиналғанымды көргеннен кейін, менің ауырғанымды көргеннен кейін, менің жазылып шыққаныма қайта керісінше қуанды. Қазір бұрын мысалға анам кейбір жерлерде қарсы болған болса, қазір қуанады. Қазір маған всегда айтып отырады, негізі осы намаз оқитын балалар күшті ата-аналарына күшті мәміле жасайды дейді. Соны байқаған уже анам ше. Сосын мама маған дұға жасап қойыңыз деген кезде, ол кісі намаз оқымайды енді. Біз енді совет үкіметінің кісілері ғой. Маған дұға жасап қойыңыз деп, болды балам деп, мама мен осындай проектке кетіп жатырмын, мені Аргентинаға шақырып жатыр, бірінші анаммен бөлістім, сосын досыммен бөлістім, дұға қылып қойыңыз маған деді. Болды балам деп, мама дұға қылып сөйтіп керісінше менің осылай шыққаныма, дұрыс жолда жүргеніме, мен енді осы жолға келгеннен кейін маған өте қатты ұнағаны, себебі мен көп нәрсені тастадым. Анаммен, ата-анаммен қарым-қатынасымды түзедім. Сосын вредный заттардан аулақ болдым. 15 жыл темекі шектім. 15 жыл темекі шегіп, бір күнде мен сонда Алла разылығы үшін темекіні тастай алмаймын ба деп, бір күнде темекіні тастап кеттім. Осы бір жыл турасында. Сол себептен, это өтірік, короче, бәрі бар ғой андай. Я не могу, ой, нет, нервничаю. Извините меня. Сенде просто проблема жоқ. Сенде проблема болатын болса, сен Раббымен қарым-қатынасын дейсің. Алла сыймен же ыймен алып келет дейт го. Же жақсылық менен же жамандықпен алып келет деңге деп айтылып қойды. Иә, сол ғой, бір келесінде бір өзің былығы батып құлайсың, сонда да Алланың сондай справедливостін қарасаң, сондай әділ ғой Аллах Тағала. Сен бычтың шығып, бейшара болып, ішіп, жеп, былай қарап тұрған кезде ишак болып келіп, Раббым десең, кешір жібере салып тұр да. Алланың ұлықтығы ғой. Сол себептен бәрімізде кеш емес, Алламен қарым-қатынасымызды үзейік. Мен достарыма айтам, бір енді проблемаға кіріп батқан достарыма айтам да, неге кіресің деймін де? Егер сен бәрібір қайтып келетін болсаң Аллахқа деймін. Зачем туда идти? Осы жерден қайта салшы сразу деймін. Мен білемін ана жерде не болатынын қазір. Әнде сен жүрсең, анау ажырасасың, қырыласың, бүйтесің, қайтадан қосылып, сразу осы жерден қайта салшы деймін де, мына жерден бұрыла салшы. Вот здесь поворот. Өзі негізі қызықты нәрсе айтып берейін. Мен айтып қоймын да, біздің подкасттың главный продюсері Алла деймін да. Анткени қонақтарды өз алып келеді. Айтам, менің ичим шақырып албайым, менен келбейт, ал адам да келбейт. Любой случайный болып келіп қалышы мүмкін депші. Ал өзі шақырады деп. Бүгін де өзі қызықты болды. Біз кеше ойын жазыштық. Кеше ойын жазышып Алтынбек байкемен сіз келіп қалдыңыз. Анан біздің башка максатыбыз ошол элге чындыкты жеткизүү го. Чындыкты келип туруп, бул жөнүндө сүйлөшөт экенибизди билген эмесмин. Бирок Алланын улуктугу азыр кандай теманы сүйлөшүп атабыз, каякта отурабыз. Мен де уайымдадым кеше подкастта, мен Руслан байкемен болған подкаст тек басын бастап аттым да, Руслан байке звондап қалды. Екеуміз сөйлесіп кеттік те, содан мен ұмытып қалдым ана подкастты қарауға. Содан кеше Алтынбек айтып отыр, осылай подкаст бар, кіріп шығасыз ба, осындай келдім. Не тематикада сөйлесеміз деп ойлаймын, өте қатты қуанып отырмын, шынымды айтсам бар ғой. Прямо андай бір өзім үйімде отырған сияқтымын. Флешкілер нормально ма? Тартып атабы? Үшінші сөйлеп тұр, тартпай қалған ба? Сол ғой. Менде суроо бар. Сиз ошол стресстен чыгып, кыйынчылыктан чыккан маселени көп айтып атпайсызбы, узун кылыпчы? Мага кызык, көрүүчүлөр да кызык болуш керек. Не стресс десең? Ден соолук тууралуу айтып атасыз. Бирок орустар айтат го, беда не приходит одна депчи. Андан тышкары дагы мындай кандай кризистер сизди каптап кетти эле, мындай өтө мындай трагично айтып берип атасыз, ошо кызык. Негизи айткым келип эле сол нерсени, энди ол давно өтүп кеткен нерсе. Ең басты стресс менде мынадан нәрседен басталды. Енді
көп ол теманы айтқым келмейді. Қазақстанда да біраз айтып тастадым негізі ол теманы, бірақ енді мына жерде менің жаңа көрермендер бар, бір туғандар бар, шынайы отзыв жазып отырған көрермендер бар. Сол себептен мен бұл тематиканы өте бір қатты қозғағым келмейді негізі уже, потому что мен уже жеңдім деп ойлаймын ол нәрсені. Бірақ менің өмірімдегі ең басты менің стресс қылған нәрсе ол 2023 жыл. Алланың қалауымен, мен жасым қазір 40-та. Мен 17 жыл болды балалы бола алмай жүрмін да. Мен балаларым жоқ, ұрпағым жоқ. И мен Турцияда маған диагноз қояды. У вас физически не получится иметь детей деп. А ер адамға, бәріміз ер азаматпыз ғой, жігіттерге ол өте ауыр да, ер адамға. И маған қатты тиді. И после этого я развелся. Ауру бар, команданың ыдырап кетуі бар, киноларымның қалып қоюы бар, ары қарай жүрмей кинотеатрлардан. Уже мен өзім ештеңе қызық емес болып кетті маған. Сөйтіп жүрген кезде жаңа бір ағамның бір сөзі ғой, Алламен қарым-қатынасын түзе, балам. Либо сен шығасың, шыққың келсе, либо сен жақсы нәрсе күтеді, либо сені. Сол кезде мен жасаған таңдауыма әлі де өкінбеймін, себебі Алла менің жүрегіме тыныштық беріп қойды. Қазір менің, Аллаға шүкір, ол нәрсені енді кішігірім жеңдім деп ойлаймын. Әлі де күтіп жүрмін, бірақ енді содан кейін мен енді 2 жылдан кейін барып қайтадан үйлендім. Өзім 2 қызы бар келіншек алдым. Орамалдағы намазхан, намаз оқитын, дінге жақын адамды алдым. Сөйтіп қазір 2 қызым бар. 17 жыл күткен. Аллаға мыңда бір шүкір. Енді Алла қаласа, менде бала болады. Алла қаламаса болмайды. Аллаға тапсырдым. Жүрегім тыныш, Аллаға мыңда бір шүкір. Енді Аллах бұйыртып сол күнге жетіп жатсақ, мен қуанар едім. Мен сияқты енді 17 жыл аз емес, Аллаға шүкір, бірақ бәрінде жеңуі болады. Ең бастысы жүректің тыныштығы ғой. Ең бастысы Алламен қарым-қатынас түсу. Сол кезде осылай позитивный болып жүресіздер. И міне қазір өмірім Аллаға мыңда бір шүкір, вообще қатты өзгеріп кетті. Мен международный проект келді. Аргентинаға барамын деп өмірімде ойламаған. Сол жаққа барып кино түсіп келдім. Қазір бөтен басқа өзім қазақстандық азамат болып, қазақ болып тұрып, Қырғызстанда мені бүйтіп құрметтеп жатқанын мен өмірімде ойламадым мысалға. Қазір қалай Алла берейін десе, пожалуйста. Береді, береді. Өзім ушул динге жақындап, Алламен жақындағанда мурунку өткөн жолдун баардыгы белгилер катары көрүнүп баштайт го. Неге мындай болгон, бул жакта неге тиңдей болгон деп ойлонуп калабыз го мурунку окуяларды. Негизи сиздин биографияңызды карап көрсө көп кызыктуу учурлар болуптур. Мисалы ушу бирөөсүн айтып кетсем, жокон тасмасын тартуу үчүн сиз 60 миллион теңге сатып, үйүңүздү сатып жолупсуз. Анан ошо саткандан кийин 850 миллионго актапсыз да ошо тасманы. А негизи үйүн сатып жиберүү бул өтө мындай оор чечим да. Мурунку ар бир адам кабыл ала бербейт. Жакындарыңыз, адамдар кантип кабыл алды эле ошол учурду? Мен всегда негизи акча, дүние дейтин нерсеге дүние акча деп карайм да, колуна келгенче. Болған шығар енді, 40-тамын ғой, енді кейбір уақытта андай қызғанып қалған жүрекке кіріп кеткен кездер болған шығар, енді жасырмаймын. Всегда осындаймын деп айтпаймын, бірақ мен дүниеге дүние деп қараймын. Бұл келді, бұл кетеді. Алып кетпейсің ғой бәрі. Қалады ғой бұл деп осылай қарауға тырысам. Үйді мен бірінші салған кезде контент қылып салдым ол үйді. Менің үй салғанымды бүкілді білет менің оқырмандарым. Сосын мен оны неге сатам дедім, негізі ол маркетинг болған. Мен киноны маркетингін придумать етем, мен бірінші кинодан бұрын маркетинг придумать етем. Маркетингін плансыздан бірінші. Мен мына киноны шығарам ғой ертең. Мен оны маркетингін қалай жүргізем. Соны ойластырып аламын бірінші. Сол кезде ойыма идея келіп қалды. Мен үйге қарап тұрдым да, как раз сол кезде. Үйді салдым ғой деймін де, бәрі біледі, я. Сатам десем ше дедім де. Сөйтіп 2 түрлі көрермен келді ғой киноға. Сатып не түсірді екен деп келді. Сосын сатып, құрсын новый үй алсын, көмектесейік деп келді. Соны 2 зритель келіп тұр ғой. Бірақ бұның қызығы, Алланың қалауымен бұл үй, мен киноны ақтап алдым ғой, жаңа 850 миллион теңге, миллиардқа жақын касса шығардық біздер общий. Соның бәрін ақшаны алған кезде ол үй әлі болған менде, өтпеген. Әлі болды, менде сатпауыма болатын еді. Но я сказал. Сату керек. Иә.
мен айтып қойдым, потому что мен ертең халыққа бір рет андай қылып тормозить етіп бүйтіп артқа шаг беріп қоятын болсам, ертең менің көрерменім, менің оқырмандарым келесі сөзімді несерьезно қабылдауы мүмкін де мен айтатынымша. Сол себептен мен все сатам дедім. Бірақ үй алмадым. Азыркыга чейин. Жоқ, қазірге дейін ол үйдің темасы қызық. Жоқ, жалпы кинодан үй алмадым. Кейін қызық болды, осы мына айтып тұрмын ғой, мына Алла биткен кезде сен Аллаға барсаң, Алла сені былай шығарып жібереді деген, осы былтыр Алланың қалауымен жаңа үйлендім деп отырмын, қыздарым бар деп отырмын. Сол кезде бір ағам келді де, просто осылай ни с того ни с сего қасымызда отырды да, Жәке, қалайсың, жақсысың ба, бауырым, осылай. Кстати, ключи, у тебя квартира есть дейді. Біз екеуміз, досымыз екеуміз обедке шақырғанбыз ғой, бір ағамызды, просто әңгімелесуге. Үйің бар сенің деп, екеуміз бір-бірімізге қараймыз, шокпыз. Серьезно деп, еще андай да, қай жерде деп сұрай алмайсың, район қандай, просто шоксың да. Серьезно ма, сен, удостоверение жібере қойшы маған. Мен анан документтерін дайындай берейін дейді. Шығып кетті. Мен досым айтамын ғой, родной, удостоверение жіберейін бе? Бұл жібер дейді. Мен айтамын, ұят қой деймін де. Бірімізге ағам қайттан жазады, жіберші удостоверениеңді дейді. Сосын жіберемін ғой удостоверение. Документін жібереді, районын жібереді, екеуміз барамыз, қараймыз. Сөйтіп, қазір Аллаға шүкір айтып тұрмын ғой, Алламен қарым-қатынастарыңызды түзесеңіздер, бүкіл қиыншылықтан шығып кетесіздер ғой, альхамдулилля. Үйім бар, семьям бар, достарым айналамда бар. Қазір міне Алла нәсіп етсе, нелегал шықты. Нелегал бір Алланың қалауымен маған бір сондай бір күшті дем беріп жіберді. Мен как раз творческий кризисте жүрген кезде нелегал келді. Площадкеге барамын, қараймын, Руслан Байкеге қараймын, Эмиль бауырыма қараймын, жұмыс жағы алтуғалар бәрі жүгіріп жүр айналамда. Мен қызығып кеттім ана аурағашы. Кинодан шығам, кинодан келем, Аргентинадан Қазақстанға келем, қатты түсіргім келеді де. Дұға жасаймын да, Аллахым, мен кино түсіргім келеді. Менде 2 жылдан бұрын тұрған идеям бар өзімнің. Түсіргім келіп жүргенше. Алла, мен түсіргім келеді, маған инвестор тауып берші деп. Бір бауырыммен танысып қалам аяқ астынан. Бір 2 күннің ішінде. Бауырым айтады, тамақ ішіп отырсақ, аға, сен неге кино түсірмей кеттіңіз дейді. Қаражат болмай жүр, осылай. Қанша керек? Осындай керек. Болды аға, түсіршейші дейді. Сөйтіп қазір дайындығын бастап жатырмық. Алла нәсіп етсе, өзіміздің тасмамызды түсіреміз, Алла нәсіп етсе. Серьезно. Еще оның қызығы, мен көптен бері сол 2 жылдан бері айтқым келіп жүрген, бұл киноның аты Сыйлық. Сыйлық деп айтамын, подарок. Сыйлық. Сыйлық киноның аты. Кино мен сияқты көптен бері бала армандап жүрген адамдарға арналған. Соларға бір кішкене демеу, поддержка, мы с вами. Өзіңізден өткен нәрсе. Өзімнің өткен нәрсені халық бергім келеді. То, что бізге осындай бір момент болса, бізде ол баланы ұстап көргіміз келеді деген сияқты моментпен. Сондай Сыйлық деген кино, енді Алладан келген сыйлық. Ол кезде кішкентай қызымен жаңағыдай кішкентай қызды асырап алады әкесі, содан Алладан келген сыйлық деп қабылдайды. Сонымен екеуінің өмірі, әкесі мен қызын. Мен хотя бы енді Алла нәсіп етсе, енді Алла бергенше, пока кинода әке болып көргім келді. Машалла, айтқаныңыз келсін, жашоодо да болсын. Әмин. Өзі негізде сіз айтпайсыз, жаңа маркетинг деп, оның бар продумент еткен өзі күшті екен. Негізде жаңа сізді танып қалған 9 жаштағы балаға телефон белек қылған, бұл дағы маркетинг беле? Жоқ, ол маркетинг емес. Ондай оқиғалар менде көп болды. Өмірде жалпы енді Алланың қалауымен, ол бәрін Алла беріп жатыр ғой. Сол себептен қолдан келгенше жұмсауға тырысамыз. Ол бала шынымен де телефоны жоқ екен. Андай позитивный, андай аурасымен тартып кетті. Сразу, сен телефон қайда, өзің неге жазып алмайсың, нөмірін жазып алыңдар. Сенде телефон бар ма деген кезде, ол бала менде телефон жоқ деп қалды. Балаларға тапсырма бердім, сразу телефон алып келе қойыңдар, барып жаңа телефон. Ана баланы еще бүйтіп шығып, тауып, шақырып, сөйтіп ұсынғанбыз ол жерде. Ондайлар көп болған, бауырым. Мен деген бәрін сала бермейсің ғой Инстаграмға. Көшеде кетіп жатасыз, кейде болады сондай возможность. Андай фарын түсіріп берейін дейтін, мен бір балаға телефон беріп жіберіп, маған деген үлкен айқай болып кеткен. Маған не істейсің десем, фарын не үшін сүртіп жатсың десем, мен деген нені істеймін деп едім деп. Телефонға ақша жинап жүрмін дейді. Мен машинамның артында 4-5 телефон жатқан. Мен фарын түсіріп берейін, не істейсің ақшаны десем, телефон алайын деп едім, онлайн сабақ оқуға дейді. Ол кезде карантиннің кезі, например. Мен айтамын, ана фарын сүртті, сосын алдым да салып жібердім. Бере салдым ана. Сол контент салған жоқпын мен мысалға.
сол телефон просто беріп жібердім. Сондай моменттер көп да, Аллаға шүкір. Өзі негізі осындай берүүлөрдү мындай жарыя эмес болот го, мына көрсөтсө болот, көрсөтсө болбойт. Өзү ошону маркетинг катары колдонгондор да бар да. Колдонуун кандай, дурус көрөсүзбү, дурус көрбөйсүзбү? Негізі медийный адамдар, жалпы өнер адамдары садақаны жария жасағанына мен оң қараймын, жақсы қараймын. Неге? Себебі сен медийный адам, сен жақсылыққа шақырып жатсаң, ол Алладан бізге шынымен сен Алла разылығы үшін жасап тұрсаң, ода проблема жоқ. Наоборот, жақсы деп қабылдаймын. А мен өзім стараться етемін былай да. Себебі мен мысалға осы күнге дейін 3 кином шықты ма, Алланың қалауымен 3 кинодан енді қолымнан келгенше, енді спады бар, анаусы бар, мынаусы бар, 3 үй сыйлағам. Үй, баспана. 3 мұқтаж отбасына. Мысалы, бірінші кино шықты, жаңа өзімде үй жоқ, біреуге үй подарить еттім. Сол сияқты да, мұқтаж отбасына үй подарить еттім. Сол сияқты оны мен мысалы жариялаған жоқпын, потому что кинодан кейін болды. Зачем маған? Кином шығып кетті ғой, мен нені маркетинг жасаймын? Жоқ, от души. Сондай бір 3 жалғыз басты ана бар. Алланың долясы. Иә, болды. Ол болып барып берді. Где-то айтылды ол әңгіме, где-то айтылған жоқ. Енді мен ешкімге ешқандай нем жоқ. Бұл менің өзім ойым. Өзім негізі жалпы қазір вообще бұрыннан бері ниетім, қазір міне жағдайымды кішігірім жасап алсам, бауырларымның жағдайын жасап берсем, достарымның жағдайына көмектесем, кейін уже қолымнан келгенше уже жаңағыдай халыққа да мен всегда ашықпын, Аллаға шүкір. Андай кейбір менде жоқ болады, бәрі ойлайтын шығар, ой, миллионер анау кейде қаяқтан айфондар бар. Иә, бар, шүкір. Аллаға шүкір болады. Болмайтын кездерде болады да. Вообще Каспиіңде, жаңағы карточкаңда 0 болып тұр. Сол кезде енді сен жақсылық жасаған келсе, мен наоборот сондай кезде стараться етемін де. Біздерде бірнеше қорлар бар. Менде мысалы 0 болады ғой. Хадия дейтін қор бар. Хадия деген қордың күштілігі ол тамақпен көмектеседі. Мұқтаж отбасылардың списогі бар, тамақпен көмектеседі. Асарумен мен харекет үймен көмектеседі. Мен айтамын, так, менде ақша жоқ. А мен қалай көмектесе аламын? Менде подписчик бар. Мен біреуге себеп бола аламын. Значит, осылай істеу керек. То есть жақсылықта андай шектеу қоюға болмайды да. Жақсылық істеймін дейтін адамға толып тұр ғой істейтін нәрсе. Ақша да керек жоқ. Ештеңе керегі жоқ. Ақшаң болса жақсы, өзің үшін жақсы. А сен біреуге себеп болып кетуі мүмкінсің да. Біреу сені бір көріп, біреу үй сыйлап жібере салуы мүмкін. Сол себептен ол деген сен біреуге жақсылық жасап, саған да жазыла береді ғой. Бонус жинай берейік те. Сіз көрдіңіз беле, бізде Қырғызстанда қанша 3-4 блогер 510 миллион сом шоғылтып, сол Золгенспаннан дарын айықтырған да. Жөн отырып шоғылтып ал жақтан машиналарын алып келді, үйлерін алып келді, барын алып келді, шындай 1-2-3 адамнан башталып кетті да ошол нерсе. Былай ғой, біріккен ғой. Жақсылықта біріккен ғой. Идеологиясы, ойы бір жерде болса күшті да. Маған да Қырғызстаннан былай жазып не істеп тұрады, бір тоже қайырымдылықпен айналысатын жандар. Мен енді айтамын да, бізде де көп деймін да. Көп енді мен не істей алмаймын да енді. Қолымнан келгенше где-то как-то может быть бір уақыт келген кезде деп. Шақырық болсын, өзі медикасы қатталушылар бар адамдарға, сіздер де ушинтип қайырымдылықтарға жардамдаса болот, ақчаңыз жоқ болса деле. Конечно. Жақсылыққа чакыруу, жамандықтан қайтаруу. Материалдуу жардамдан тышкарыда өзүңүз айткандай акчасы жок болсо деле, сиз мындай кеңешиңиз менен психолог катары деле адамдарга жардам берген учурларыңыз бар экен. Қазір мен дұрыс түсіндім ба? Сұрағым орысшасын айтып жібересіз бе? Нематериально тоже вы помогаете людям, помощь советами какими-то, в роли психолога выступали, там, сохранили семью. Ну. Я. Не, машалла, брат. Вообще күшті подметил. Вообще күшті әңгіме ғой бұл деген. Мен депрессияның примерно бірінші стадиясында жүрген кезде, ол кезде андай жалғыз өзің үлкен квартирада, қараңғы квартирада жатқан кездер ғой, андай потолокқа қарап, и маған бір бауырымыз жазады. Жахан, братан, короче, осылай, все, я развожусь. Не болды? Но есть сын, дейді. Баламды алып, әйелім кетіп қалды. Не знаю, что делать, мы с мамой дома, дейді. Бірақ мен мамам алып кел деп жатыр. Не істесем болады дейді. Дайрегіме жазып тұр ғой. А мен ана потолок, аураны көріп жатырмын да уже. Мен оны түсініп жатырмын, вот его ждет это, короче. И мен оны қайтаруым керек қазір. Сосын айттым, бауырым дедім. Голосовой жаздым. Шығарса шығара берсін дедім, короче. Андай көбі медийный адамдар қорқады ғой енді голосовой таратып жіберемін.
Мне тогда было бар бәрібір болды. Сосын айттым, бауырым дедім, міне дедім, короче, мен қазір жатырмын дедім, жалғыз өзім. Сен ойлайсың ғой дедім, ой, Жахан звезда там, ой, адам фото жоқ. Я один дедім, никого нет деймін, прикинь. Абсолютно жалғыз өзім. Мен даже сөйлесетін адам жоқ қасымда. Мен даже мына ішімдегі мұңды айтатын адамым жоқ қасымда. Жалғыз өзім жатырмын. Мамам алыста, 3000 километр Уральск дейтін қалада тұрады. Мен мамама жылана бермейсің ғой, жасың 40-қа келді ма. Мен жалғызбын демейсің ғой. Анаң ғой, уайымдайды ғой. Жалғыз өзім ешкімге айта алмай, өзіммен өзім жатқан кезде, если ты хочешь этого, пожалуйста, тебя ждет это. А мен сенің орнында болсам, барып, әйелің ғой, екеуің араларыңызда қандай қарым-қатынас болған білмеймін. Баланы аяш деймін да. Мен 17 жыл жылап жүрмін, Алладан дұға қылып, сол балаға зар болып деймін да. Ертең мен өлем, өлгеннен кейін мен артынан дұға қылатын ешкім жоқ. Себебі сенің ұрпағыңнан басқа кім? Досың ба? Ұмытып кетеді ол. Өзінің проблемасы бар ананың. Анаң ба? Анаң да кетеді ғой ертең. Бәріміз кетеміз. Сенің артынан балаң, ұрпағың жоқ, сен дұға қылатын. Мен соған уайымдап сөйтіп жүрмін деп анаған ұрсам ғой, короче же. Бауырым сені осы күтіп тұр, либо сені осылай, либо сен дұға қылатын, балаңнан айырылып деп жатсың. Мен соған зар болып жүрген кезде. Бар да қайтар деймін да. Не знаю, что у вас там случилось, бәрі шешілетін, мәмілемен шешілетін сат қой. Баланы аяшаш деймін да, ертең екі ортада жүреді ғой, бүйтіп. Короче, бір ай уақыт өтеді, примерно ше. Бір айдан кейін маған ұмытып кетемін мен ананы. Мен уже где-то депрессиям уже 30-шы стадиясына келіп, андай кішкене бүйтіп жүрген кездер уже. Мешітте андай ассалаумағалейкум, имамдармен әңгімелесіп, уағыз тыңдап, күшті болып жүрген кезде. Ана бауырымыз Жахан, брат дейді. Алла разы болсын саған дейді. Мен семьямды алып келдім дейді үйге. Қазір анаммен бәріміз бірге тұрып жатырмыз, бақыттымыз. Братан, қуанышты жаңалық, келіншегімнің аяғы ауыр дейді. Балам болса атын Жахан деп қоямын дейді. Міне Аллаға шүкір. Аллаға мыңда бір шүкір. Ол бірінші оқиға, екінші оқиға күшті оқиға. осы жақында, осы бір жарты жыл бұрын ба, келіншегім екеуміз Астанаға барамыз. И ең қызығы, Астанада мен таксиге отырам. Такси на точкеге отырам. И таксист мен артында отырам, алдында отырады да, айнадан қарайды, мен танып қояды. Сосын айтады, братан, видео жазып бересің ба маған? Келіншегім сізді көретін еді деді. Болды, келіншегім қайда деп едім. Короче, бір проблема болып жатыр, екеуміз ажырасып жатырық дейді. Не болды? Үлкен кісілер, там, құдалар бір-бірімен келісе алмай қалған, екеуміз ажырасқан. Но екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көреміз дейді. Тоқта, менде чика, ажырасам десе кетіп қалады, короче, бар ғой. Қатты андай. Қумаш, мынаған алып келем, барымша бар ғой. Потому что көрдім деп оның андай нелерінше, ол дұрыс емес зат екен. Мен татыр деймін да, әбден біз түсейін деп жатқан кезде айтады да, сөйтсе мен келіншегім такси шақырғанда, тура сол такси шақырып тұр ғой. Мен келіп тоқтап жатамын ғой, то есть мен түсуім керек, мен келіншегім тура сол такси шақырып қойған екен. Біз тағы бір жерге тамақ ішуге баруымыз керек. Айтам әйеліме, отыр деймін, екеуміз отырғызып аламын, екеуміз сосын ананы аламын да, таксиден мана тамақ ішетін жерге дейін барғанша жывай детем ғой, короче, бауырым деймін да. Сені мына нәрсе күтіп тұр. Мен өмірімде былай. Аллаға шүкір, қазір жақсы. Мен Алламен қарым-қатынас жүргенде, міне мен келіншегім бар. Шүкір, бәрі керемет. Но сені осындай нәрсе күтіп тұр. Сен соған дайынсың ба? Кисляк болып жүргенге, стресста, бүйтіп, соған уақытың бар ма сенің? Или если не хочешь терять это время, тогда татулас әйеліңмен. Құдалар что-то там, бірақ олар да достасады ертең. Сосын екі ортада сен страдать етіп қаласың. Все, братан. Қазір деймін де, барда бір букет гүлінді алда, бар, қайда десем, қазір самолеттен түседі, күтіп ал деймін. Самолеттен ше бар. Аэропортқа кетті. Дұқтан бердіңіз. Дұқтан беріп, гүлін алып аэропортқа кетті. Сол себептен ол. Мен қазір бітем, әйеліме бар ғой. Мен қазір мынандай лайфхак пайда болды менде. Лайфхак? Жазыңыздар. Мен қазір келіншегіммен екеуміз 3 рет кездесіп үйлендік. 3 рет кездестік. Екінші рет кездескен кезде мен айттым, мен шықшы маған дедім. Мен намаз оқитын, иманымды күшейтетін, иманым жартысын іздедім, мен сені таптым. Давай үйленейік дедім оған. Екінші кездескен кезде. Үшінші кездескен кезде біз неке қидық. Аллаға шүкір, қазір біраз тұрдық. Бір жыл жарымнан асып кетті ғой, тұрдық. Аллаға шүкір. Мен айтпаймын, ұрыс болмады деп. Ұрыс болды. Но мен бітем. Осы жақында мынандай нәрсе тауып алдым. Бітедім. Жена. Вдруг деймін де. Вот момент, қазір екеуміз тамақ ішіп отырық. Мен кетіп қалдым.
мешітке кетіп қалдым. Жоқпын, телефонға жауап бермеймін. Екеуміз ұрсып қалдық, қырылдық вообще бір-бірімізді. Все, мы не можем, болды. Дай мне развод, давай мне развод деп екеуміз кетіп қалдық. Мен мешітке бардым. Прошло время, час, 2, 3, 5. Менен звонок жоқ, сен маған жазасың, мен жауап бермеймін, звондайсың, мен жауап бермеймін. И саған смс келеді. Жахан, сіздің күйеуіңіз ба? Иә. И ойланып қалды. Ой, Мединадамыз ол кезде, Медина қаласында. Вдруг деймін, мына қаладамыз ғой, біз Медина, сет ұстамайды деймін да. И вдруг сен жаназа намазын оқиды, ол каждый намаздан кейін. Вдруг сен мен жаназамды оқып тастағансың уже. Білмейміз ғой біз кімге жаназа оқып жатқанымызды. Сен уже оқып тастағансың. Где-то я там упал, там, ну, білмеймін, Аллахтың қалауы ғой. Әркім әртүрлі немен өліп қалады ғой. Болды, мен жоқпын. И каким-то образом сен бүкіл жаназаны оқып тастағансың. Таң намазында біліп тұрсың да, менің бір бауырларым саған хабарласып айтады, Жахан осылай. Ол жақта не, адам қайтыс болды ма, сразу жуындырады да, көмектейді ғой, сұрамайды да. Мысалға. И это ұрыс, мына ұрыстың барлығы. Мына сен айтқан сөздеріңді, менің саған айтқан осында деген сөздеріміз, айқайласуымыз осы өмірдің ішінде. Это стоило того? Сағынбайсың ба мені? Ойланды да, и мен де ойланам да, вдруг ее нет. Что я буду делать деген. Да, қайтадан семейный өмір, бірдеңе басталады, опять все заново. Ну, мына промежуток уақытта өткізген уақытымызда біз лучше неге позитивпен өткізбейміз ол уақытты, чем негативпен өткізгенше. Біздің өміріміз өзі қандай ғой, мен 40-тамын деп отырмын ғой, мне 40 лет. Қазір мен папам 60-та уже. Бүйтіп, сол, білмеймін, таңдау өзімізде ғой, сол үшін айтып отырмын ғой, мәміле жетіспейді да. Бір-бірімен сөйлессе, осылай айтса, жақсылап сөйлесіп те, жаңында ер адамды да түсінуге болады, әйел адамды да түсінуге болады. Барлығын түсін. Енді оларды просто бір-бірін түсінбей жатқан сияқты деп ойлаймын. Егер бір-бірін түсінсе, онда семья мықты болады. Сосын бір-бірін уступать етпейміз ғой біз. Уступать ету керек те. Ер адам андай, мен ең жек көріп, мен сіздерге айтайын, мен конкретно бар ғой, дело коснется, семьяма қатысты бар ғой, мен подкаблукпын. Реально айтамын, достарым, не достарым, таныстарым, бәрін айтамын. Мен санасам. Неге? Потому что мен айтып тұрмын ғой, қиналған кезде ол болды да мен қасында. А сен жүрдің прикол ұстап маған подкаблук деп. Так что без обид, брат. Лучше я буду подкаблуком, зато жүрегім тыныш, семьям бар қасымда. Мен үшін тұратын адамым бар қасында. А сен подкаблук дейсің де, дело коснется, мен қасымда емессің. Я лучше буду подкаблуком ғой. Ну, подкаст қана өзінділер кетті да, әйелдер күйеулеріне жіберіп. Кетті. Жоқ, шынымен де ғой. Иә, бауырлар, жоқ, біздер деймін де, сол кейде бар ғой, мынау мен кетіп қаламыз, мен талай көргем. Мен кетіп қалады кәм. Мен жерден балалармен бесеуіміз отырып па, прикол ұстаймыз. Подкаблук келеді де, әйелінен үшін алғысы келеді. Қума шеше ме? Достарыңмен сөйлесе, лучше солар ғой саған прикол ұстаған да. Мысалға деймін де, соларға түсіндір, и чо? Мен сендерге конкретно айтамын, мен достарыма бар ғой. Мен сондаймын, мен әйелім жақсы көремін, жынды ма? Жоқ, ақиқат қой, братжан, осы жерде не ол? Сөз түрде бұл эме еркекте бар еркек айтып отырса, біреу прикол ұстаса, өзі адам ішінен бірнәрсе қойып кетеді деп, эго да. Еркектің эгосы еще башында эле чоң да. Ана негізі сіз шо медийнысыз да. Аны шо ақшаны қармап көргенсіз қолыңызға. Бұлыңыз бар, тиіңіз бар, көп нәрсе айтып кетсе, онда ошол эго кантип таасир этет, ошол чоң бүгүрөп турган эгону кантип түшүрөсүз? Былай ғой, айтып тұрмын ғой, деп жүрген кезде сені былай жіберді ғой Аллах. Естейсіз, ушундай түшүп кетиши мүмкүн. Так, мен қазір ерісетін болсам, вот қазір мен бастаймын, десем, меня ждет вот это. 23-й год. Артқа қара. Я этого не хочу. Жаным, кеттік поужинаем. Кофе ішесің ма? Кофе ішесің ма? Давай кофе ішейік жүр. Әйел адам ғой, эмоциональный, кейде айқайлап отыр. Күліп қарап тұрасың. Болдым ба? Болдым дейді. Кофе ішейік онда. Інчек су алып көшеші. Слишком андай болып кетпеймін. Мен никогда, бауырлар, мен никогда біреудің әңгімесін или бір жерден алып деген менде жоқ. Менде Алланың қалауымен қазір что менде болды, мен соны айтып отырмын сіздерге. Мен біреуді түзеймін, біреуді ешкімнің отбасында өзімді түзей алайын. Мен әлі түзейтін жерлерім өте көп. Енді мана сіз айтып отырыңыз ғой, где-то как психолог, мен қазір мен бәрінен өттім ғой. Психолог деген кім? Психологқа сен барасың, ол оқыған маман.
они там бәленбай жыл магистратура бәрін оқыған, и ол сен бүйтіп тыңдап отырады да, и у тебя есть гарантия, что психолог никому не расскажет твою историю. Мен өмірімде психолог барған. Вот міне, сол да. А мен, мысалға, мен қазір біреулер хабарласады ғой маған, мен оларға айтамын, плати. Ақшаңды төле, мен саған жеке консультация жасаймын. Давай. Әңгімелесейік. Менің басымнан өткеннің бәрін мен саған конкретно детально айтам. Осы нәрсе сенікімен совпадать ететін болса, мен одан қалай шыққанымды айтам саған. Қай жерде қалай? Алламен қарым-қатынасын түзе деген сөздің өзінде де астында неден бастайды ол? Мысалы, қазір қарап отыр осы подкастта. Алламен қарым-қатынасын түзе деп мен подкаст басталғалы айтып отыр. Неден бастайды? Так, Алла не жақсы көреді өзі? Так, Аллаға немен жақындайды? Құлы. Намазбен жақындайды. Намазымызды түзеу керек онда. Намазды қалай түзейді? Давай мен намазды мешіттен оқимын. 5 уақыт намазға, 5 уақыт намаз, бүкіл шаруамды мешітте жасаймын. Мешіттің айналасында қоямын. Мысалы, менде мешітте болам, шаруаларым бар, анау кездесулерім бар. Мешіттің жанында кафе толып тұр ғой. Бүкіл шаруам сол жерде ғой. Түсіндіңіз бе? Солай Алламен қарым-қатынас түзеу деген. То есть соны детально түсіндіремін деп отырғаным ғой. Маған қазір көп обращаться етеді, айтады, брат, консультация берші, маған осындай стресс, анау. Мен айтамын, бауырым, ренжіме, біріншіден уақыт жоқ, мен кино түсірейін деп. Екіншіден, егер мен уақытым, онда уақытын сатып ал деймін да. Сен бәрі сол ақшаны психологқа бересің, ол еще біреуге айтып қояды, а ешкімге айтпаймын. Серьезно айтамын десең. Сіз біреуге айтып салсаңыз. Иә. Мен енді, брат, мен оның историясын былай айтамын, мен өзімдікін айтып бергім келіп тұрды ғой. Совпадать ете ме, келе ме? Брат, мына жерде менде былай болған десе, осылай жеп жүремін. Былай кірмейсің ғой үшін. Өзім, мен байқашым бар да, негізі Қазақстанда көбінше осы психологтар, біреуге қайрылу, біреуіне қылысы көп екен. Бізде, білмеймін, не үшін, бірақ осы жақтан айырма бар екен да, біз көп қайрылу емес психолог. Ол не ол психолог деген? Не, типа барады да? Біз бармаймыз. Мен жашуымда 2 адам көрген психолог көрген. 2 адам көрген психолог барам деп айтқан. Басқа ешкім барып көрген емес, мен де барып көрген емеспін. Бізде де көп бармайды деп қайтады. Менде шынымен де білмеймін, мен кім барып жүргенше мен айналамда. Бірақ естимін енді психологтар көп екен. Психологтар көп екен, мен де көремін, медиа жақта да көп жүреді. Соны мен айтқым келетіні бар ғой, ешкімге бармаңдар ше. Мешітке барыңдар да, бір бұрышқа отырып алыңдар да. Бәрін психологқа айтатын, бәрін, Аллам, накосячил. Бітшім шығып кетті, короче. Анау жамандап жатыр, анау қарамай жатыр, анау лақтырып кетті. Аллам, мен жағдайым, сен маған өмір бердің ғой. Сол өмірді, достойный өмір сүруге нәсіп етші маған. Бір жол көрсетші Аллах. Деген кезде жаңа братандар сияқты братандар шығады ғой, үй подарить ете салады, кино түсіре сал дейді, Руслан Акунның есіне түсіп кетеді. Сондай Алла бүйтіп бәрін бүйтіп реттеп береді. Сол себептен ол қазір мына жерде маған психологтардан хейт кетіп қалмасын. Мен лично сол нәрсені таңдаймын. Психолог болсаңыз жазып кеттіңіз комментарийге. Психолог болсаңыз хабарласыңыз. Психологтарға да психолог керек дейді. Бұл жақта психологтар болса қайрылсаңыздар болады. Жоқ, андай, мен түсінбеймін енді. Мен просто по опыте, егер мендегідей осы манадан бері айтып тастаған жағдайлар болса, мен ол жағынан себеп бола аламын деп отқаным ғой. Басқалай келіп, анау бір фирмамды бір нәрсе банкрот ренжіме қанша ақша берсе де ештеңе айта алмайсың ғой. Сіз мысалы жашоодо ар бирибизде кумир болот эмеспи? Кичинекей кезибизде кийин кумир туткан чыгарсыз, стресске чейин дейли. Кийин Аллага келгенден кийин кумирлериңиз өзгөрдүбү? Кимди мындай өзүңүздүн ошого окшош адам болсом экен деп өзгөрдү кумирлериңиз? Күшті сұрақ. Қарым-қатынасымды түзегенге дейін бір белгілі бір актерларға сөйтіп жүретінмін. Осы актермен кездессем, көрсем, таныс болсам, бірге киноға түссем деген. Қазіргі топовый актерлардың бірі Райан Рейнольдс деген актер бар. Сол кісімен кездессем деген сияқты қияли ойлар болды да. Қазіргі таңда менің кумирларым сахабалар ғой. Сол кісілердің историяларын, пайғамбарлардың историяларын қазір өткенде Хабиб Нурмағамбетовтың подкастын тыңдап отырдым да, сол кезде айтады да, я фанат истории пророков дейді. Соны тауып алдым мен. И соны қарап жүрмін да қазір. История пророков деп жазсаңыз, бір кувейтский бір ученыйдың орысша айтады. Күшті түсіндіреді екен. Еще ана иімен картинкаларды мощный қылып андай Алла бірінші осыны жаратқан, там барлығын иімен көрсетеді ғой.
мощный анау қарасаңшы, еще қысқа ұзақ емес. Содан кейін уже сахабалардың өмірін зерттеп бастадым. Қазір не күшті болып кетті ғой, чат GPT-ге жазып жібере саласың, полный информацияны алып шығып кетеді ғой саған. Сол сияқты сахабалардың өмірбаяны, соның ішінде сахабалардың ішінде Абдурахман ибн Ауф дейтін сахаба болған. Бүкіл, мен сіздерге айтайын, бүкіл бизнесмен Абдурахман ибн Ауф сияқты бай болғысы келеді. Себебі Абдурахман ибн Ауф деген сахаба байлығы соншалықты көп болған, қазіргі таңдағы байлардың байлығы оның байлығына жетпейді әлі күнге дейін. Ешкім. И самое интересное, оның қазіргі ұрпағына дейін бай. Аллах сондай береке беріп қалған. Себебі живой история бар. Абдурахман ибн Ауфтың бір ұрпағының машинасына біреуді отырғызып алған ғой, біздің қазақ бауырымызды кетіп жатқан ғой, жамияда оқиды, жаңағы неде, университетте. Соған такси тұтап тұрған кезде бір машина келіп тоқтады, міндім, танысып кеттік екеуміз. Сөйткен кезде Абдурахман ибн Ауфтың ұрпағымын деп айтты дейді ана кісі. Біздің сосын неге айтты дейді, потому что мен ақша беріп жатыр едім, алмады деп айтты дейді. Ертең менің атам көретін болса, бұл нәрсені мен атамның алдына ұятқа қалдырма деп. Себебі біз көмектесеміз керісінше депші. Сөйтіп мен түсінгенім, о кісінің байлығы, дүниеви байлығынан бұрын рухани байлығы мықты болғанда, себебі ұрпағына дейін жетіп тұр ол байлық. Сол себептен мен сол кісі сияқты рухани бай болғым келеді. Мен сол кісі сияқты тақуа болғым келеді. Мен сол кісі сияқты тақуалық ол қалай бай болды? Материальный байлығынан бөлек, значит, ол бірінші рухани бай болды. Алламен қарым-қатынасы мощный болды. Сол себептен оған дүние артынан қуытты оның. Себебі ол көшеде кетіп бара жатып, тас теуіп қалсам астынан алтын тауып алатын болған. Даттауға ақша қуат оның артынан. А біз всегда ақшаның артынан қуамыз да. Так, стоп. Дедім өзіме. Біз бір нәрсені не то істеп жатқан сияқтымыз. Так, мен бір өзімді түзеуім керек. Так, онда былай істейін. И болды, басталды. Алламен қарым-қатынасын түзегеннен бастап, банағыдай. Так, мына кісілер қалай тақуа болды? Олар былай істеді, мына істеді, қайырымдылық жасады, былай жасады, былай жасады. Барымша сол кісілер сияқты жасауға тырысам, себебі біз үшін, әрбір мұсылман үшін пример ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Одан кейін пример сахабалар ғой. Сол себептер барымызша мен өз басым ешкімге шаруам жоқ, өз басым барымша осыған тырысам. Осындай болуға тырысам. Енді нелегал бойынша сұрау бар, берейін. Нелегалда сізде ең мен үшін қызықты есте қаларлық жері бұл сіз шол қарап тұрып аялы сіз ойладыңыз да аялы депші өзінің нағыз күйеуісімен сөйлесіп жатады. Сіз ал жақтадағы жасадығын ойлап ойнапсыз да. Ажырасу. Сол да айда чекке кетті. Кинодағы кетті. Бәрі совпадение отыр. Алланың құдіреті осы, хан Алла. Қазір қараш, манадан бері әңгіме айтып, бауырым сұрақ қойып отыр, тура шығып тұрмай. Ошол нелегалдағы ошол сцена мисалы үшін. Мен сұрайын деген Руслан Акунның өзінде бар екен ошол идея, же сіз қандайдыр бір мындай өзіңіздің да импровизация болып кетті деген? Қай жерінде? Ошол екеуі бір-бірін нелегал тасымасында менің ешқандай нем қосқан ойым жоқ ол жерде. Ол барлығы жазылған. Тура келіп қалды. Тура солай просто болып қалды, совпадение болып қалды енді жаңа әңгімеге. Бірақ ол барлығы тура солай жазылған. Мен тура солай ойнап шықтым. Мен тек ол жерде қазақша ойнадым, болды. Қазақша ойнағанда кейбір сөздер өзгерген шығар, бірақ Руслан Байке қалай жазды, ол тура солай болды. Маған характеристикасын жіберген кезде мен геройымның мен қатты таң қалдым. Не деген совпадение депші. Себебі мен действительно мен өзіме қатты келіп тұрмын. Келіншегіме де көрсетемін, қайта андай мынау сен ғой депші маған. Сөйтіп Алланың қалауымен келдік те, білмеймін, маған жұмбақ бар ғой, мен әлі күнге шейін Руслан Байке маған сообщение жазыңызшы, пожалуйста. Қалай таңдадыңыз мені? Қайдан таңдадыңыз? Қалай тауып алдыңыз? Қалай есіңізге түсті? Бұл енді мен вообще шокпын да. Мен өзім ойладым, бір жерде кездескен кезде екеуміз вообще осылай отырмаппыз да Байкем екеуміз. Әңгімелесіп, шай ішіп деген сияқты. Болмады, тек жұмыс. И до конца осы сұрақты сұрамай кеттім де ол кісіден. Даже екеуміздің кеше қарап отырсам бірге түскен фотомыз да жоқ қой. Просто так енді бір сол себептен уақыт болмаған, енді творчество, жұмыс болғаннан кейін, мен де өзім сондай жұмыстың айналасында жүргеннен кейін ешкімді лишний раз мазалағым келген жоқ, бірақ өзіме де өте қатты қызық. Енді Байке бір жерде болмасын бір смс жазып жіберіңізші маған, голосовой ма? Руслан Байке көрсеңіз комментарийге жазып кетіңіз. Комментарийге жазып кетіңіз, қайдан тауып алдыңыз деп. Потому что мен ол кісіні площадкеге келіп көрдім ғой, қалай сіздерге.
мен мысалы продюсермін ғой, мен қалай жасаймын, мен актер таңдайтын болсам мен оны шақырамын, мен видео проба алдыртам хотя бы. Видео пробада алдыртқан жоқ қой. Площадкаға келдім, мында площадкаға таныстық қой. Что я буду делать дедім, брат деді де түсіндіріп жүреді, осылай. Сосын енді барымша енді 10 киноға түстім ғой, опыт бар енді кішкене болса да, бірақ 2 жыл перерывпен, Аллаға шүкір, андай. Өзі келешекте тасма тартқаннан кейін өзі негізі кино тармағында эле улантам деген ойларыңыз болдабы же башка бир нерсени попробовать хотите? Уже қазір жаңы кызыккан нерселер пайда болду дейм. Жаңа кызыккан нерсем ол бизнес, кәсіппен айналысқым келеді, жақсы бизнесмен болғым келеді. Бұйырса енді кинода енді бизнес қой. Бірақ помимо, потому что өткенде Руслан Байке айтып кетті ғой, кино өте қатты тәуекелді талап ететін бизнес деп ше, ататын атпайтын білмейсің, қай жерде угадать ететінін білмейсің. Мен бір рет жақсы касса көтеріп, 2 рет құладым. Бір рет өзіммен өзімді шығардым, бір рет конкретно құладым. Киномен. Сол себептен мен ол жерде де білем, қай жерде қалай не екен. И дополнительно бизнеспен, кәсіппен айналысқым келеді. Творчество деген мынандай ғой енді, бір жаман жері, жақсы жері енді, бәрі қазір сен пиксің, сен топсың, сен барлық жер шақырады, барлық. И бір күні сен құлаш. И менде сол болды да. Сол себептен мен білмеймін, қай уақытқа дейін жасайтынымды, пока мен қызық болып тұрмын, мен жасаймын. Қызық емес болып қалған кезде мен қайтадан депрессияға кіріп, бұрынғы жасаған жақсылықтарымен, мен нелегалға түскенмін ғой деп 10 жылдан кейін айтып отырғым келмейді. Мен сол актер емеспін бе деп. Жоқ, мен өзім ары қарай жұмыс жасап кете беруім керек те. Сол себептен қазіргі таңда ойластырып жатқан жоспарларымыз өте көп. Қазір бір жақсысы партнерлар жақсы шығып жатыр. Кәсіп жасайық бір, потому что осы күнге дейін енді 10 жыл уақытымды конкретно 2015-тен бастап 2026 11 жыл уақытымды Инстаграмға жұмсадым. 2,500,000 оқырманым бар. То есть менде медийка бар, лицо бар. Енді маған кәсіп керек те. Бір нелер бар, кәсіпкерлер бар, олар медийка керек емес оларға. Олар бүйтіп артта жүре береді де, бірақ мына бизнесін жүргізу керек те. Сондай адамдар бар, хабарласады. Бірігіп +1 ғой. Сен мынаны бересің, мен мынаны беремін болды. Сондай кәсіпкерлер бар, хабарласып отырған ағаларымыз, бауырларымыз қазір келіссөз, переговор жүргізіп жатырмыз. Көреміз. Но өзімді сол жақтан көріп тұрмын. Ұнайды маған. Өзі киношниктердің барына беріледі тұрған сұрау, өзі айтып отпайсыз, кинода чоң бизнес деп ше. Анан негізінен көп көрушілер да ошоны жактырбашы мүмкүн. Силер киноны бизнес кылдыңар, киноны өзі жан дүйнө үчүн тартат депчи. Өзі негизи киноны акча үчүн тартуу бул тура эмеспи? Енді біздерде каждый продюсер, каждый актер оларда тамақ жейді ғой. Енді оларда енді адам ғой. Сол себептен ол уақыттың энергиясын, ойын, темасын, бүкіл идеясын сол жерге жұмсап жатқаннан кейін ол да нәпақа тапқысы келеді, нан тапқысы келеді ғой жерден. Оған былай қарап қажет жоқ. Біз строительдерге барып айтпаймыз, мысалға, сол шауып барып, сен неге мына үйдің барлығын халыққа беріп жүрмейсің, полный бір үйді? Неге сен оны өзің тарта бересің, бәріне сата бересің демейміз ғой біз. Сол сияқты ол да халықтың несі ғой, халық үшін салынып жатыр, по идее, сатады да. Сол себептен біздерде солда біз жақсы идеяны, жақсы халыққа бір жақсы дүние бергіміз келеді. Енді еще үстінен ақша тапсақ, он тоже жақсы. Сол себептен мен оған өте тура қараймын. Бұл енді бізге ешкім ақша келіп беріп жатқан жоқ қой, бауырым. Үйімізді сатамыз, машинамызды сатамыз, әйтеу анаумен мынаумен өзіміз выживать етіп жүрміз ғой. Өзіміз жақсы көретін ісімізбен айналысып жүрміз. Сол себептен бізге бір үкімет келіп, біреу келіп ақша беріп сүрткізіп отырса екен, понятное дело да, сұрасын. Мына жерде сен өзіңдікін еще бүйтіп алып келесің. Оны кейде көрсетпей қалса, уже обидно соны. Сол жақтары. Так что бұл да бір кішігірім бизнес қой. Жақсы қарау керек деп ойлаймын. Бәріміз вообще бір-бірімізді жақсы көрейік те. Қарайық та бір-бірімізге жақсы. Жүреміз бе бір-бірімізге? Негатив, позитив өмір. Сіз 2 жыл перерыв учурунда жасалма интеллекттагы алдыга жылып кетти, искусственный интеллект. Анан азыр кинолордун көпчүлүгүндө жасалма интеллект менен деле көп мындай жетишкендиктерге жетсе болот да. Сиз өзүңүздүн көз карашыңыз кандай жасалма интеллекттин кино режиссурага катышуусу негизинен? Мен вообще ChatGPT менен сценарий жазасыз ба? Жоқ. Өмірімде ChatGPT-ден просто андай тексттарымды түзеуін сұраймын. Былайынша ChatGPT-мен мен сценарий жазып көрмеген екем. Жасанды интеллектті менде өзім жақында таныстым. Жасанды интеллект туралы біз курс жасағанбыз.
Қазақстанда. Соны үйретудің курсы, жаңағы балалар келген. Сөйтіп жасанды интеллектпен таныстым, өзім жасап көрдім. Но мен айтқым келетін, мен всегда шынайылық жақсы көремін. Қай жерде болмасын. Ол кинода болсын, тағы бір жерде шынайылық. Тіпті вайнда болсын, шынайылық. Менің инстаграмымда ең қызығы, мынандай профессиональный камерадан гөрі телефонмен түсірген өтеді. Просто бүйтіп атып бүйтіп дей салған нәрсе қатты өтеді. Чем андай дайындаласың, шашыңды лак жағасың, бетіне крем жағасыңнан көрі андай нәрсе. Сол себептен баяғыдан өзім ауылдың баласымын. Ауыл не дейді сендерде? Айыл дейді, иә. Ауылдың баласымын. Өзім ауылда өстім, ауылдан мектеп бітірдім, ауылдан шықтым. Сол себептен мен баяғыдан сондай бір андай шынайы нәрселер жақсы көремін де қазір. Жасанды нәрселермен көп. Нақта деген сөз бар ма сіздерде? Нақта? Подкаст айтып отырсыз. Жоқ, сіз сөз бар ма шындай нақта қазақ? Нақты деген сөз бар. Точно деген. Бізде уже нақта, чынығы, табиғи, уже. Да? Как оно есть. Настоящий. Шынайы. Шынайы, да. Бар, нақты бізде мағынасы басқа. Біз ошоны колдонобуз, мисалы үчүн нақта өзү жасалма интеллектинде атында турат го, жасалмады. Иә, вот чыныбыз жасалмады. Өтірік. Өтірік нәрсе ғой. Сол себептен мен енді былай болашақта былай жұмысыңа пайдаланамын десең, енді ол енді өмір сондай, не істейсің, пайдаланасың. Өзі бізде Руслан Акунмен подкаст тартканды көрдүң дейсиз бе? Ушу Руслан Акун байкенин көп эмеле жетишкендиктерин айтып, көпчүлүк айтат да, мыкты режиссер ушу карап, актерлор менен иштешкени башкача деп. Сиз кандай болду иштешүүгө, көрүшкөнүңүз? Руслан Акун байке жөнүндө эмнеди айтып аласыз? Руслан байкеге тек кана ризашылык. Биринчиден байкаганына, енді Алланын себебимен байкады, шакырды, көңүлүнөн шыкты деген ойдамын. Эң бастысы ол кісіге ұнады деген ойдамын. Қандай өзгешеліктер бар иштеди? Өзіме өте көп опыт алдым. Шынымды айтайын қазір. Ешкім ренжіп қалмасын десең. Шынымды айтайын. Руслан байкемен жұмыс жасағаннан кейін өзім режиссер болғым келді. Мен кино түсіріп көрмегем. Мен продюсермін, актермін. Мен режиссерлыққа вообще қызықпайтын адаммын. Потому что менде мынандай тема. Әркім өзінің жұмысын жасау керек. Сіз режиссерсіз ба, мен сізге тапсырам, мен өзім бауырларым бар режиссер, соларға тапсырам, өздері түсіреді, мен киномды өздері түсірген деген сияқты. Руслан байкемен жұмыс жасағаннан кейін біртүрлі андай режиссураға көзқарасы ашылып кетті де, мен ондай түсіріп көргім келіп, сондай болды. Творческий жағынан, андай мәміле жағынан өте жақсы бір-бірімізді не істеп қалдық. Жақындап бір-бірімізге түсініп қалдық. Ішкі дүниемізде, сыртқы дүниемізде былай бір-бірімен келісіп қалды. Мен былай айтқым келеді, байке айтсам, болды, жәке, айтыңыз. Былай деп сіздерде қалай айтады деп ше. Соның барлығын бір жерден, ойымыз бір жерден шығып, то есть ешқандай конфликтсіз өте бір керемет дүние жасалды деген ойдамын бірге. Сол себептен ол кісіге тек қана ризамын. Болашақта Алланың қалауымен шақырып жатса, мен тек замын келуге. Режиссер болсаңыз комментарий жазып кетіңіз. Бірге болашақта жұмыс жасап, шақырып жатса, тағы да проекттерге мен тек қана қуана келдім. Өзі бұға шейін қырғыз киноларын көрдіңіз беле? Пейішті көрдім. Пейіш 2. Нелегал? Так, қырғыз кино сосын бір қайсы? 2 жаш. 2 жашты көрдім. 2 жаш? Алтухан киносы. Алтуға артынан қалмайды ғой. Аргентинадамыз, ертеңіміз. Брат, мен кино түсірдім дейді. Брат, мен режиссермін дейді. Брат, кино түсірдім. Қандай кино? 2 жаш деген кино түсірдім дейді. Давай, брат, соны көріп жібересіз дейді. Иә, жақсы. Демалайын деп жатырмын, ұйықтайын деп жатырмын. Ноутбукпен алып келді, алдыма отырғызды. Шоколад, анау печеньеларын алып келді. Брат, отырыңыз деп сыртынан түсіріп отырмын. Мен 2 жашты көріп отырмын. Ол қырғызша. Мен оны бір жерін түсінемін. Тоқтат сен мен, не алды мына жерде деймін. Брат, бүйтпей видео айт. Все, давай, мына жерде былай ғой, түсіндім. 2 жаш киносын көріп бергенмін сол кезде. Идеясы өте күшті кино. Қырғыз киносын қазақшаға аударып көрсеткендер бар ғой. Қателеспесем, ана кино родные деген қырғыздардың идеясы. Аяш па? Родные деген біздерде шықты. Сол киноны мен көргем, қазақша нұсқаларын. Мен ананы главный рөлде ойнап жүрген баланы қырғыз деп ойлап жүрмін ғой. Сөйтсем ол, оказывается, нені алған екен ғой. Ұқсайды екен бір-біріне мұнда кіммен. Жеңіс қой да? Жеңіс. Главный рөлде. Жеңіспен ұқсайды екен. Мен Эмильді жаңағы
сол продакшнның аты не? Баха ма аты? Кайсынын? Сол Аяшты түсірген балалардың аты. МБП. МБП да? Главный продюсерлердің аты сол Бақыт. Бақыт, да? Османханов. Я сол Бақыт, Эмиль, Жеңіс. Мен КВНнан көргенмін ғой, мен өзім КВНнан шыққанмын ғой. Сол себептен ол бұрыннан көремін ол тамаша командасын. Олардың играларын бізге келген кезде постоянно барып қарайтын. Мен ол бұрыннан танимын оларды. Мен де сол уақытта қазақша жайдарман деген бар бізде КВН, қазақша КВН. Біз сол жерде Тұрсынбек Қабатов екеуміз бір команда ойнағанбыз. Тұрсынбек Қабат танисыздар ма? Иә. Сол кісі екеуміз бір команда ойнағанбыз. Екеуміз бір ауылданбыз. Сөйтіп, мен жайдарман ойнап жүрдім, бұлар орысшамен келеді, мен оларды көретінмін. То есть бұл жігіттерді мен бұрыннан танимын. Демек түшініп, мындай араласып. Иә. Сыртынан қарап жүрсің. Иә, сыртынан қарап жүремін. Қазірде көрісіп қалып жатсақ, оның барлығын білем. Айтатын темаларымыз бар деген ғой. Уже КВНнан шыққаннан кейін біз бір-бірімізді түсініп отырамыз ғой. Кеше Емельмен де мысалға нелегалда өте оңай болды бізге ойнау. Өте ыңғайлы, өте оңай. Сосын ыңғайлы неге? Потому что біз екеуміз де КВНнан шықтық. Бізде с полуслова түсіндік бір-бірімізді. Мен қатты уайымдап келдім. Біріншіден айтып тұрмын ғой, перерыв, екіншіден мен қалай болады екен деген сөз. Үшіншіден қазақша, ойлаңызшы. Қазақша ойнаймын. Және де ең қатты кеше осы кино шығып, маған жақсы комментариялар келіп, ана Чикагодан басталған комментариялар, Аллаға мыңда бір шүкір, келіп отырған, маған қатты уайымдаған жерім Қырғызстанда қазақша ойнадым мен. Сол жер маған қатты қиын болды. Мен Руслан Байке қайта жазам. Байке қалай болады? Байке мен уайымдап отырмын осылай. Жақан, уайымдама. Солай болу керек, осылай болады. Байке, кино сіздікі. Сіз өзіңіз білесіз. Солай болу керек па, значит, осылай болады. Руслан Байке айтып кетті осы, Эмиль Байке рөлді ойнағанда көбінше актерлар өзін жоғалтып салады. Ушша күшті актер дейді. Сіз өзіңіз жоғалтып салған жақсы ба? Енді бұл жерде енді Эмиль шамалы жоғалтып алды өз-өзін. Жоқ, мен жоғалтқан жоқпын. Мен Алланың қалауымен айтып тұрмын ғой, біздер КВНнан шықтық. Біз бір-бірімізді бірінші көргеннен бастап, танысқаннан бастап, екеуміз араласып, сол сахна дайын болам дегенше где-то бір жарты сағаттай әңгімелестік. Эмиль екеуміз отырып, қайдан шыққандарымызды айттық, ананы айттық, мынаны айттық. Сөйткен кезде уже бір-бірімізді түсініп алдық біз. Андай бір қорқатындай не емес енді, білмеймін. Бізде де одан да зор актерлармен ойнадық. Біздер театрда, анда Қазақстанда. Біз КВНчиктар, Аллаға мыңда бір шүкір, бір гибкийміз да. Любой жерге бүйтіп, деп кіріп кете береміз, қалайсыздар, амансыздар ма? Алай деп біреу жарытпай жатса, не болды, настроение жоқ қой сенің, келе ғой, Байке, қойшы, Қырғызстаннансың, қай жерінесің? Білмесең де, Жалалабад, қойшы, танымасаң да ұра береміз де біз осылай. Открытый адамбыз да, сол себептен өте оңай болды. Где-то бір жерде мысал басатын шығар, бірақ бұл жерде ол бауырластығын көрсетті. Бұл жерде енді шынымен де қырғыз-қазақ бір туған деген болды бұл жерде. Бір-бірімізді поддержать етіп. Эми жасалмалылық жаман ғой. Бүтіріп аяққа жақындап бара жатамыз да. Реклама қылып кетші нәрсеңізді қылып кетіңіз. Не дедіңіз? Жаңағы тасмаңызды дедіңіз, шығады дедіңіз. Нелегалды көріңіздер. Екі жасты да көріңіздер. Бұл подкастқа да қатталып қойыңыздар, пожалуйста, егер сондай барын көріп шықсаңыздар. Қымбатты достар, егер де стресста жүрсеңіздер. Байланыс номері. Менде сұрау бар, ошоға жооп бергенче бүтүрсөк болот экен. Сиз жашооңузда бардык нерселер Алла таала ушундай топ келиштирип коюптур. Мындай тасмаңыз аркылуу же мындай ретрансляция болуп турат экен да. Анан жана айтып кетпедиңизби, мен подкаблучникмин депчи. Анан сиздин тасмаларыңызда да бир ушундай эң знаменитый мен үчүн тасма бар. Польшаданбы, я славян улутунда эки кызды алып келесиз да. Исторический. My Life is Iceland деген кино. Анан ал жерде келинчеңиз сизди боз үйдүн ичине алып кирген, мындан чыгарбай беркилерди айдап салат. Ошолордун тагдыры эмне болду? Олар бар қазір десең. Олар да бар. 2-3 4 слот бос. Так, не, бауырым, мана айтып кеттім ғой, подкаблучник. Жоқ. Бауырлар, сендер подкаблучник дегенді қате түсіп қойғансыздар ма? Сендер что-то қатты кетпетсіңдер ғой, Жоқ. Bir подкаблучник, мультиподкаблучник. Сразу 4. Да, негізі подкаблучник болғаннан кейін зор подкаблучник болу керек те. Артығы мен де. Енді
білмеймін енді тағдырымызға не жазылып тұрғанын бауырлар. Сен үйленгенсің бе өзің? Жоқ. Сен үйленгенсің бе брат? Қанша бала шағаң бар? 2 бала шағаң бар. Қанша әйелің бар? Онда неге бүйтіп отырсың? Сөйлеп отыр едің ғой. Дауысың шығып отыр. Бұрындар камераны ана жаққа. Неғып сен бүйтіп отырсың бұл жерде? Көрдің бе, бауырым? Бауырым, мына жерде бар ба? Мен сияқты признавать ететін подкаблучниктер бар, да? И үндемей жүреді подкаблучниктер. Пальцем показывать не буду. Мен өз үйленгім келіп жүрген, бірақ ушул подкастқа үйленбегеніме сізге қуаныштамын. Жоқ, неге? Үйлену керек. Бауырым, мен саған былай айтайын. Мен мына 2 жылдың ішінде бар ғой, тез шығып кетуіме, тез аяққа тұруыма, тез өзім жинап алуыма, тез четкий Adidas спортивка алып алуыма себеп болған келіншегім. Өте жақсы себеп болды. Татыр Жахан. Творчествода не получается. Тұратыр, сен асықпа. Сен былай істеп көр. Сен былай жасап көр. Мына жерде маған видео деп келесің ғой сен үйге кейде. Жоқ, Татыр дейді. Шайыңды береді, асықпа, шай ішіп отырып әңгімеңді айтады. Мына жерде может сен былай істейсің. Бизнес жасап көргің келеді. Асықпа, бизнеске былай жасап көрерсің. Деген сияқты. Әйел адамның советі біз үшін өте маңызды. Мен саған айтайын. Үйлену керек, көбею керек. Ты что? Мына қараңыздар. Дінге қайта банада дінмен бастап оттық қой. Енді қараңыздар, әйел адамның діндегі әйел адамның патолог оқиғасы бұл Нух алейхиссалам пайғамбар, және де біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Нух алейхиссаламның әйелі дінде болмаған. Нух алейхиссаламның өзінің дінін пайғамбар ғой, әйелі дінде емес. Пайғамбар барып дұға айтып кететін болса, Нух алейхиссалам бір жерге уағыз айтып кететін болса, әйелі артынша барып, мен байымын, қуып жүр бұл деп айтатын болған. Сол себептен оның уммасы аз. Оның артынан ерген адамдар аз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әйелі Хадиджа. Енді ойлаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам маған кім сенеді? Мені кім тыңдайды деген кезде Хадиджадан шыққан. Сенімен Аллах бар ғой. Сенің туысқандармен қарым-қатынасың күшті, достарыңмен қарым-қатынасың күшті, сен өте жақсы адамсың, сен жаман жағынан танылмағансың, сен артынан ерет деп Хадиджа анамыз тұрды. Сол себептен бұл жерде әйел адамның біз ер адам үшін поддержкасы өте маңызды. Сен мына подкастыңның подписчигі қанша? 280. Миллион болсын десең үйлен. Дәлел. Себебі әйел адамның бұл өмірде шыны керек. Енді қара, мен қатты бизнесмен болғым келеді. Маған тағы поддержка керек болып тұр. Сөйтші болды. Жігіттер өсер тоқтады. Ушымен бүтүрү турабы? Ең соңында ұрысып тастағам ше. Бауырлар, сіздерге андай үйленгілі. Біз подкастың барын айтып шығабыз. Көп подкасттан айтасыз, үйлену керек деп. Үйлену керек, бұл манилүү. Подкаст жөнінде кеп сүйлөйлү коюн. Ал сіз сүйлөдүңүз. Болды. Енді сіздерге көп рахмет. Осылай подкастқа енді осы жаққа келіп жатыр деп бір кішігірім болса да көңіл бөліп сіздерге көп рахмет айтам. Подкасттарыңыз жасай берсін. Алла берекесін берсін. Жақсы ел көретін, ел тыңдайтын, ел қолдайтын жоба болсын. Енді сіздермен де осы қырғыз бауырларымызбен, бір туғандарымызбен осындай күшті мәміледе, осындай керемет бауырластықта, осылай араласуыма, осы жақта танылуыма себеп болған Руслан Байкеге көп рахмет айтам. Осы жобаға, нелегал жобасына шақырғанына, Эмиль бауырыма көп рахмет айтам. Бірге жақсы жұмыс атқарғанымызға, жалпы осы нелегал тасымасының бүкіл съемочный группасына, Алтуға бастаған түгел жігіттерге, қыздарға, баршасына көп рахмет айтам. Бұл кісілердің барлығы біз өмірде бір-бірімізге себепшіміз да. Бұл кісілер маған қырғыз бауырларыма танылуға, осылай жақын болуыма себеп болды. Сол себептен болашақта әр ел, Алла ең бастысы бір туғандығымыздан айырмасын. Алла баршамыздың отбасыларымызға береке берсін. Жұмысымызға, ісімізге береке берсін. Отбасыларымызға береке берсін. Үйленбегендер үйленсін. Үйленсін, жақсы бір жар жолықсын сізге. Подкасттарыңыз дамый берсін. Әрқашан осы қырғыз-қазақ, қазақ-қырғыз бір туған болып, әр елде тек қана әлем бойынша қазақ-қырғыз елі тек қана жақсы жағынан танылайықшы. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Өз уақытыңыз бөліп бұл жаққа келгеніңізге Алла разы болсын. Ушул
колдоо. Биз дагы бул дагы Казакстандан коноктор келип турат. Сиз дагы ушу Казакстандан бир коногубуз болгонуңузга биз кубанычтабыз. Дагы кийинкилерде жолугушабыз деген үмүттөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге ушул жерге чейин көргөнүңүзгө рахмат. Бирок эгер ушул жерге чейин көрүп, биз менен отуруп, күлүп, ушунча бесплатный психологдон советтерди алып туруп, жактыруу баспасаңыздар, бетиңиздер жок экен. Жактырууну басыңыздар, катталып кетиңиздер. Анан комментарийге көп нерсе жаз дедим, ошонун баарын жазыңыздар. Алла разы болсун. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө. Бул Нактап подкаст болду. Ассаламу алейкум. Көрүшөбүз.